тақырып беріп отырамыз. Яғни бір аптаның міне үлгісін көріп отырсыздар. Мой образец для подражания. Бала өзінің кімге еліктейтінін, қандай тұлға болатынын өз ойын көрсете алуға мүмкіндік береміз. Немесе табиғатты қорғайық, қамқорлық жасайық деген баланың жасаған жобасы. Балалар жоба жасайды, сыныппен командалық жұмыстар жасайды. Мысалы, 9-шы Қ сыныбы 100 жақсы іс жобасын жасады. Командалық жұмыс ол, яғни күн сайын бір жақсы іс, оның ішінде өзінің бөлінген тұстары бар. Одан кейін қазіргі таңда буллинг деп жатырмыз, немесе цифрлық сауаттылық, баланың жалпы телефонды қолдану мүмкіндігіне қарай біз бағдарлауымыз қажет. Сондықтан қауіпті селфи түрлері сынып сағаттарын оқушылар өздері өткізеді, оның барлығын көрсетеді. Сонда баланың толық қоғамға бейімделуін көре аламыз. Жаңа жоба бәрі